Сәлем балалар, 3 сынып математика сабағы. 3 сабақ 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тақырыбы. Бірінші тапсырма. Ондықтар разрядында нөлі бар 3 таңбалы сандарды ғана теріп жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай жануарлардың тіршілік етуге бейімделгенін білесің. Сандарды кему реті бойынша көшіріп жаз. Ондықтар разрядында нөлі бар 3 таңбалы сандар 509, 308, 105 және 907 сандары. Мұндағы жануарлар кесіртке, тасбақа, қосаяқ және кірпі. Осы жануарлар Қазақстанның шөл даласында тіршілік етуге бейімделген жануарлар болып табылады екен. Ал енді осы сандарды кему ретімен жазып шығамыз. Мұндағы ең үлкен сан 907, 509, 308 және 105 саны. Екінші тапсырма. Толық жүздік, толық ондық және бірліктер жазылған қима қағаздар дайындаңдар. Берілген қима қағаздарды пайдаланып, сандар құрастырыңдар. Алдыңғы және келесі сандарды атаңдар. Алдыңғы сан нешеге кем, келесі сан нешеге артық. Толық жүздік 500, толық ондық 30 және 2 бірлік бар. Осы сандардан 532 саны құрастырылады. Одан кейін толық жүздік 100, толық ондық 20 және 4 бірлік. Бұл сандардан 124 саны құрастырылады. Келесі 500-дік, 0 ондық, 6 бірліктен 506 саны құрастырылады. 532 саны 124 саныдан 412 санға артық. 124 саны 506 саннан 402 санға кем. Үшінші есептеу тәсілін түсіндір. 636 қосу 121. Мұндағы 600-дік пен 100-дікті қосқан, 30 бен 20-ны және 6 бірлік пен 1 бірлікті қосқан. Шыққан мәндерді бір-біріне қосып, қосынның мәні 757-ге тең болған. Яғни, бірліктерді бірліктерге қосады, ондықтарды ондықтарға қосады, ал жүздіктерді жүздіктерге қосады. Келесі айырмаға байланысты есепті түсіндіре отырып шығарайық. 757 мен 121-ді азайтамыз. 7 он жүздік пен 1 жүздікті азайтамыз. 5 ондық пен 2 бірлікті азайтамыз. 7 бірліктен 1 бірлікті азайтамыз. Шыққан мәндерді бір-біріне қосамыз. Айырманың мәні 636-ға тең болды. Яғни мұндағы бірліктерді бірліктерден азайтады, ондықтарды ондықтардан азайтады, жүздіктерді жүздіктерден азайтады. Төртінші тапсырма есептеуді түсіндіре отырып орында. Балақайлар, жоғарыда айтып өткендей, бірліктерді бірліктерге қосады, ондықтарды ондықтарға қосады, жүздіктерді жүздіктерге қосады. Ал айырмада бірліктерді бірліктерден азайтады, ондықтарды ондықтардан азайтады, жүздіктерді жүздіктерден азайтады. Ал осы ереже бойынша тапсырмаларды орындаймыз. 241 мен 124-тің қосындысы 365, 957 мен 120-ның айырмасы 837, 792 мен 371-дің айырмасы 421, 854 пен 423-тің айырмасы 431, 640 пен 237-ның қосындысы 877, 897 мен 521-дің айырмасы 376, 908 пен 103-тің айырмасы 805, 405 пен 230-дің айырмасы 635, 650 мен 207-ның қосындысы 857-ге тең болады. Бесінші тапсырма есепте. 230 бен 521-дің қосындысы 751.
648 бен 232-ның айырмасы 416. 376 мен 304-тің айырмасы 72. 502 мен 305-тің қосындысы 807. 527 мен 105-тің айырмасы 422. 308 бен 230-дың қосындысы 538. 249 бен 36-ның айырмасы 213. 108 бен 11-дің қосындысы 119-ға тең болады. 6-шы тапсырма есеп шығар. Есептегі мәліметтерді өзгертіп, басқа толық ондықтарды қой. Оны қайта шығар. Алияның былтырғы жылғы күн райын бақылау күнделігінде 60 күн бұлыңғыр, 250 күн ашық болған күндер бұлттық болып белгіленген. Егер бір жылда 365 күн болса, онда Алия неше бұлтты күн белгілеген болатын. Ал енді есептегі мәліметті өзгертіп, басқа толық ондық жазамыз. Мен 9 толық ондығын жаздым. Яғни бұлыңғыр 90 күн, ашық күн 250, қалған күндер бұлтты күндер. Ең алдымен бұлыңғыр және ашық күндерді қосамыз. 90 мен 250-дің қосындысы 340-қа тең болады. Ал енді барлық 365 күннен 340 күнді азайтамыз. 25 күн қалды. Демек, Алия 25 бұлтты күнді белгілеген екен. 7-ші тапсырма. Әріпті өрнектердің мәнін тап. Д қосу 150. Мұндағы Д әрпінің орнында 6, 7, 8 және 9 сандары бар. Ал енді осы сандарды Д әрпінің орнына қойып өрнектердің мәнін тауып көрейік. 6 мен 150-дің қосындысы 156. 7 мен 150-дің қосындысы 157. 8 мен 150-дің қосындысы 158. 9 мен 150-дің қосындысы 159-ға тең болады. Ал енді келесі кестедегі әріпті өрнектердің мәнін табайық. Онда көбейту амалы жүзеге асырылады. К әрпінің орнында 6, 7, 8 және 9 сандары бар. Демек, 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24. 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28. 8 мен 4-тің көбейтіндісі 32. 9 бен 4-тің көбейтіндісі 36-ға тең болады. Жарайсыңдар бағалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар.